Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Гүлфия Ерболқызы. Бүгін осындай чайға тез дайындалатын өте дәмді творожный ушки деген печенье дайындаймыз. Тез және өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде менімен бірге дайындап көріңіздер. Алдымен творогты, жұмсақ творог болғаны дұрыс, осылай шанышқымен езіп аламыз. Содан кейін жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқаны қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Толығымен араластырасыздар. Жұмсақ творог болса тіпті жақсы, қант қосасыздар. Содан кейін бөлме температурасындағы сары майды қосып, барлығын осылай шанышқымен жақсылап езіп араластырасыздар. Егер сіздердің творогтарыңыз андай пастабразный, өте біркелкі жұмсақ болса тіпті жақсы. Қамырларыңыз біркелкі болып дәмді болып шығады. Содан кейін ұн қосамыз, електен өткізіп. Бірден қоспай шетінен қосыңыздар, себебі көп қосып қойсаңыздар, печеньеларыңыз, қамырларыңыз қатты болып қалады. Үстіне қопсытқыш қосамыз. Қопсытқыш дегеніміз не деп көп адам жазады комментарийға, ол разрыхлитель. Барлығын жақсылап араластырамын, ұнды шетінен қосамын, себебі қамыр жұмсақ болғаны дұрыс. Осы YouTube арнамда көптеген рецепттер бар, тіркеліп алыңыздар. Қыстық салаттар, печеньелар, торттар, пирогтар, яғни өте көп рецепт бар. Қамырды мен осылай елеп аламыз. Жұмсақ қамыр болғаны дұрыс. Содан кейін бірден печенье дайындай береміз. Яғни қойып қоюдың керек жоқ қамырды. Екіге бөліп алам. Содан кейін тағы да кішкене елеп жіберемін да. Оқтаумен жұқа етіп жаямыз. Оны қолдануға болады, себебі қамыр жұмсақ болғандықтан қолдарыңызға, дастарханға жабысады. Жұқа етіп оқтаумен жайып аласыздар. Мен осындай қамыр болып шығады. Содан кейін арнайы формаларыңыз болса, домалақ, сол формамен осылай үстін бассаңыздар болады. Мен осылай стаканмен басып, формасын келтіріп алдым. Осылай бөліп алдым. Содан кейін қантқа қамырды осылай саламыз. Содан кейін тура бейнеде көрсетілгендей ушки печеньесін дайындаймыз. Қараңыздар. Қантты қамырға аз салсаңыздар болады, себебі осылай қантты үстіне жабыстырған кезде қамырға ол дәмді болып шығады. Өте әдемі негізі. Тез дайындалады. 180 градуста пешке 10-15 минут пісіріп аласыздар. Өте тез піседі, күйіп кетпесін, мұқият болыңыздар. Және де пеш әртүрлі болғандықтан өз пешіңіздің пісіру барысын қадағалайсыз ғой. Осылай. Печенье барлығын формаға салдым, пергамент төсеп. Пергамент жоқ болса майлайсыздар ғой. Печеньеңіз формаға жабысып қалмау керек. Содан кейін пешке пісіріп аламыз. Менде 15 минутта пісті. Мен осындай дәмді болып шығады. Балалар бірден чай ішіп отырып жеп тастайды, шыны керек. Балалар ғана емес, үлкендер де, қонақтар да магазиннен сатып алғаннан гөрі үйде осылай жасасаңыздар болады. Арнама тіркеліп, лайк басып, егер дайындасаңыздар, комментарий бөлімінде бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлфия Ерболқызы. Келесі бейнеде рецепт түсірген кезде кездескенше сау болыңыздар. Ас болсын.